Сіздермен бірге Арафат. Және бүгін біз Оливер Твистің оқиғаларын жалғастырамыз, достар. Бұрынғыда біз Браунлоу отбасындағы тіршілік деген оқиғамен бөліммен біткен болатынбыз. Негізі, достар, сіздерге Оливер Твистің кітабының ваше кекпелерін көрсетпедім. Соларды көрсетейін бірінші. Міне мынау Оливер, достар. Кітабы бұл негізі. Киносы да бар. Кәс. Міне, мынау Оливер Твисттің анасы. Оливер Твисттің анасын не болғаны алдыңғы бөлімдерде не айтылатын болады. Себебі қызық емес болып кетеді да. Оливер Твисттің анасына не болды деген повод. Кәс. Міне, Оливердің қасында отырған шал ол Феджин. Қасында отырған балалар Чарли Бейтс, Тоби Крекет солар. Ал тағы мынау Бедвин ханым. Оливер Твисттің қасында отқан. Бүгінгі құпия бөліміміз Оливерді ұрлап кетті деген болады. Оливер кітаптармен бірге қайтып келе жатқанда бір қолдың арқасынан шоқ беруге біріп қалады. Сөйтіп, ойбай, қоя бермен деп айқайлайды. Қоя бергенде сен тентексің бе? Деп бір қыздың дауысы естіледі. Сен бар не дейді деп айтайды. Мен карате білем. Каратемен пақ-пақ етемін. Құлап тұрем, қашып кетем. Сол үшін жібер мені деп айқайлайды. Ойбай, мынау карате біледі. Билл бергел деп айқайлады. Билл Сайкс келіп, не сонша карате білетін деп құтырыпсың ме, сен бәлі? Қашан үйленіп үлгергенсің бір күн ішінде? Деп екеуін бір бұрышқа келіп әкетіп қалады. Сөйтіп Феджинге апарады. Феджин сол кезде Тоби Крекет. Феджин, мынаны қара деп айқайлап жүреді. Нені қараймын? Сөйтіп айтады. Оливер нағыз джентльмен болып кетті. Қолында кітап, өзі сәнді киініп алған дейді. Сол кезде Феджин, балақай, маған сенің әдемі киінгенің ұнайды деп иіліп, сәлем беріп, қолындағы кітаптарды жұлып алады. Сол кезде Оливер өзінің Лондондағы тағы да бір тұңғиықтардың түбіне батып бара жатқанын түсінеді. Видео қысқа болса да енді нақты айта алдым деп ойлаймын. Келесі бөлім Бамбл мырзаның Лондонға келуі туралы болады. Қазір сіздерге Нэнси мен Билл Сайкстың түрін көрсетейін. Мынау Нэнси. Оның шетінде Билл Сайкс. Ал достар, осымен аяқтаймыз. Келесі видео комик қыздар туралы болады, екінші комик. Сау болыңыздар.